Бүгінгі сабақта біздің алар бағамыз қандай болмақ? Нашар? Жоқ. Орташа? Керек емес. Жақсы? Жаман емес. Өте жақсы. Тамаша. Ендеше? Жарасın болсын бағамыз, бірінен бақыт табамыз. Тамаша. Жыл бойы өткенді қайталаймыз. Біздің тақырыбымыз сөз таптары. Сөз таптары білеміз ба? Иә. Білеміз, сөз таптары. Қандай сөз таптарын білеміз? Латынсын, сынесін, сансын. Тамаша. Біздің сабағымыздың тақырыбы сөз таптары. Сабағымыздың құндылығы бірлік пен ынтымақ. Алты дерек сөзі күннің көзі ортақ, жақсының сөз артық. Бірлік пен ынтымақ туралы не айта аламыз? Ынтымақ елдің қорғаны, бірлік халықтың қорғаны. Бірлігі жоқ ел тозар, бірлігі күшті ел озар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөз таптарын қайталау. Және мәтіндегі сөз таптарын табамыз, ажыратамыз, және қай сөз табы екенін айтамыз. Біздің ұран. Бірлік бар жерде, тірлік бар. Балалар, қандай сөз таптарын білеміз? Есімдік, Істеу, жылау, тамаша. Осы сөз таптарын қайталау мақсатында біз сендерге құпия қорапшаны алып келдім. Осы құпия қорапшаның ішінде тапсырмалары бар. Сары сынесін. Оқушы сатысын. Біз болдық. Зат есімі ол заттың атын білдіреді. Сұрақтары кім-кімден нелер. Мысалы оған орындық, адамның аты келеді. Жалпы есім ол тек зат есімдерден тұрады. Ал жалпы есім ол адамның аты, жер судың аттарынан тұрады. Ал сын есім дегеніміз ол заттың сынын білдіреді. Оның сұрақтары қандай қай. Мысал келтірсек, ақ-қара, әдемі, сұлу, тағы басқа. Етістік ол заттың іс-қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Ол істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, отырды, айтты, және тағы да басқа. Тамаша. Келесі тапсырмамыз батырдың қалқандары. Сұраққа жауап береміз. Неше сөз табы бар? 9 сөз табы бар. Сын есімнің ережесі. Қандай қай? Етістікке мысал келтір. Оған жазып отыр. Тағы да басқа етістіктер. Зат есімге мысал келтір. Мысалы, әже, оқушы. Есімдік дегеніміз не? Ережесін айтайықшы. Кім біледі ережесін? Айта ғой. Есімдіктер заттың атын, сынның, санның, олардың атын білдірмейтін, бірақ солардың
зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөз табы. Балалар, енді сергіп алайық. Қолымызға асығымызды алып, асық әуенін салайық. Şimdi ekranға назар аударамыз. Біз өз аттарымыздың орнына мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер. Деген сөз болғандықтан, оның аты есімдік пе? Иә. Есім сөздердің орнына жасалатын болғандықтан деп аталады. Есімдіктер көп пе? Иә, көп. Бірақ мен саған есімдікке жататын сөздерді оңай ажыратудың жолын үйрете аламын. Үйретіңізші, біліп алайын. Міне енді мысал Осының орнына қолданылатын сөздерді айтты. Иә, оларды ұмытпастай болдым. Алдымен бір нәрсені нұсқағанда айтылатын сөздерді есіңе түсір. Нұсқағанда айтылатын, анау, нұсқаған айтамын. Анау, мынау, әне. Есімдіктерге байланысты тапсырма орынды. Сендердің алдарында көп нүктенің орнына керекті есімдіктерді қою тапсырмасы тұр. Сөз табы балалар шылау. Шылау дегеніміз лексикалық мағынасы жоқ. Сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырады. Бұны шылау дейміз. Мысал келтірейікші кәне. Памир мен ұлан ойнады. Мұндағы мен бір-біріне байланысты. Бұл шылау. Ұлжан, мен саған сағат 3-ке таман келемін. Сабақ қарауға. Бұл жерде таман деген сөз шылау. Тамаша, өте жақсы. Данияр айтуыш, етістік дегеніміз не? Есістік дегеніміз іс-қимылды білдіреді. Сұрақтарын не істеді, не қылып қайтты. Тамаша. Енді істеу дегенімізде іс-әрекетті, сынын, мезгілін, мекенін білдіретін сөз табы екен. Қандай істеудің түрлерін білеміз? Мекен істеу, мезгіл істеу, сын-қимыл істеу. Тамаша. Келесі экранға назар аударамыз, сендермен ойын ойнайық. бізде сиқырлы кітап. Сиқырлы кітаптың ішінде одағайлар жасырылған. Тур пах шіркін, мына табиғатты қарашы. Бұнда біздің табиғатымыз әдемі болып тұр. Біздің табиғатымыз қандай тамаша. Ойбай, мына күшікті қараңдар, өзі тип сүйкімді екен. Пах шіркін, мына күшіктің сүйкімдесін.
Ақ шіркін, біздің орманның аңдары қандай сүйкімді. Ойбай-ай, ол мына жануардың бейнесі қандай өткір. Апай, мына аюдың өлгені. Қап, мына түлкі мені алдап кетті ғой. Келесі тапсырма, балалар оқулығымызды ашамыз, оқулығымызда мәтін бар. Бұл мәтінді мұқият тыңдаймыз. Осы мәтіндегі сөз таптарын талдап, мына алдарындағы кестеге түсіреміз. Мәтінге назар аударайық. Мұқият тыңдаңдар. Қызық кино болды. Ұшқыштар жайында. Кинодағы ағаның батырын-ай. Ұшағымен құстай құлдырап, қорықпай ұшты. Ұзақ ұшты. Аударылса да құламайды. Ұшағы жанса да жыламайды. Неткен өжет, Батырлар солай. Әркен әбден риза. Шешесіне бәрін айтқанша асық. Құлыным-ай, мұнша не болды? Әркеннің айтпағы тіпті басқа. Мама, батыр болайын ба? Болайыншы, Шешесі елжіреп, шөп еткізіп сүйіп алды. Арманыңнан айналайын. Бола ғой құлыным. Әркен қуанғаннан айқайлап әжесіне қарай жүгірді. Алақай, әжем, мамам батыр бол деді. Әркеннің шешесін бақытты сезім тоқытты. Өйткені ол болашақ батырдың анасы емес пе? Ал балалар, бұл мәтінге ат қойып. Қандай ат қояр едіңдер? Батыр аға. Батыр аға, тамаша. Батырлық, тамаша. Кішкентай батыр. Кішкентай батыр. Тамаша, батырдың арманы дегенде ат қоюға болады, иә? Енді балалар осы мәтіннен сөз таптарын тауып, алдарында тұрған кестеге түсірейік. Біз болдық. Ал балалар, сендерге сабақ ұнады ма? Иә. Сабақта не білдік? Бізде 9 сөз табы бар екенін білдік. Сөз таптарын үйрендік тағы? Сөз табынан басқа тағы да сөз таптарын бар екен. Тамаша. Олай болса, сендер мына бүктемелі қағаз арқылы өз көңіл күйлеріңді көрсетіңдер.